Биыл ел тағдырына тікелей әсер ететін Қазақстанның ұзақ жылдарға арналған бағыт-бағдары айқындалатын жыл болады. Президент кеше Түркістан газетіне берген сұхбатында осылай деді. Мемлекет басшысы сыртқы саясаттағы елеулі жетістіктерге тоқталып, әрбір келіссөзде экономикалық және инвестициялық ықпалдастыққа, әлемдік аренадағы қарым-қатынасқа қатысты маңызды мәселелер көтерілетінін атап өтті. Осы тақырыпты Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының доценті Айдарбек Әмірбековпен талқыласақ, ол қазір бізбен тікелей байланыста. Айдарбек Әнуарбекұлы, қайырлы таң. Өзіңізге мәлім, былтырғы жыл еліміздің сыртқы саясатындағы маңызды оқиғаларға толы болды. Президенттің шетелге жасаған сапарларынан бөлек Азия, Европа және Таяу Шығыс аймақтарындағы ықпалды мемлекеттердің басшылары Астанаға келді. Бұл Қазақстанның халықаралық аренадағы абырой беделі өскеннің белгісі деп айта аламыз ба? Саламатсыз ба? Көрермендерімізді жаңа жылдармен құттықтаймын және қайырлы күн тілеймін. Әрине, Қазақстанның халықаралық саясаттағы ұстанған жалпы басқа да елдермен қарым-қатынастары еліміздің әлемдік деңгейдегі беделін өте жоғары деңгейде көтеріп отыр қазіргі таңда. Біздің аса құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев өзі негізі мемлекетшіл, дипломатия саласын өте терең меңгерген тұлға. Осының нәтижесінде қазіргі таңда Қазақстан енді көп қырлы, көп векторлы саясат ұстану арқылы еліміздің маңайымыздағы көршілес елдермен, мысалы Қытаймен, Ресеймен, Орталық Азия елдермен, бұған қоса түркітілдес елдермен, Америка құрама штаттарымен бәрімен қарым-қатынастарын ұлғайтып өте күшейтіп жатыр. Бұдан бөлек Қазақстан енді сыртқы саясатта ұстанған ең негізгі мақсаты ол аймақта қауіпсіздікті, тұрақтылықты қамтамасыз ету және халықаралық деңгейде де аймақ қауіпсіздік пен тұрақтылықты ұлғайту болып табылады. Бұл салада Қазақстан негізі өзі Еуразия аймағында өте күрделі географияда орналасып отыр. Бұдан бөлек қазіргі таңда бұл географиямызда жалпы президентіміз де өзі Түркістан газетінде сұхбатында нақты айтып өтті. Біздің аймағымыз географиялық тұрғыдан қазіргі таңда көлік, дәліз, транспорттық коридор тұрғысынан өте маңызды аймақ. Бұл аймақ қазіргі таңда мысалы Қазақстаннан егер географиялық тұрғыдан алып қарайтын болсаңыз, жүк тасымалдарының 85% Қазақстан территориясынан өтеді. Ал бұл өз кезегінде әрине Қазақстанға көптеген жауапкершілік, мүмкіншіліктер жүктеп отыр. Міне президентіміз қазіргі таңда осы мақсатта бір жағынан аймақтағы тұрақтылықты, қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан, екінші жағынан халықаралық деңгейдегі қауіпсіздікке үлес қосу тұрғысынан Қазақстанды осы салада өте белсенді саясат ұстануға жұмылдырып отыр. Сондықтан енді Қазақстан осы дәліздерге белсенді қатысу арқылы, екінші жағынан әлемдік деңгейдегі ұстанған көпқырлы сыртқы саясаттың арқасында, бұдан бөлек дүние жүзіндегі көптеген елдерде медиатор рөлін өте күшті біздің президентіміз атқарып келе жатыр. Көптеген елдер бір-бірімен шиеленіскен кезде біздің еліміз араға түсіп бұл мәселелерді шешуге өте көп атсалысып жатқан байқауға болады. Сондықтан енді Қазақстан алдағы уақытта енді көлік дәліздер тұрғысынан болсын, Еуразия аймағындағы әсіресе орналасқан Орталық Азияның кіндігінде орналасуына байланысты қауіпсіздікті, аймақтық тұрақтылықты қамтамасыз ету тұрғысынан болсын, ірі державалармен мүддеге негізделген көп қырлы теңдігіне негізделген саясаттың арқасында әрине бұл беделін күшейткенше күшейтіп келе жатыр. Әрине бұл жерде біздің өте терең ойлы дипломатымыз, аса құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың үлесі ұстанған сыртқы саясаты өте маңызды рөл ойнап жатыр қазір. Қазақстан Евразия кіндігінде орналасқан ел ретінде, әсіресе қазіргі алмағайып заманда түрлі үдерістерден сырт қалмау керек. Біздің халықаралық қатынастағы негізгі мәселелер туралы көзқарасыңыз, нақты ұстанымыз болуға тиіс, бірақ халықаралық дау-дамайларда арағайын болатын ешқандай ойым жоқ деді президент. Әрине сыртқы саясатта қырағылық таныту маңызды. Қалай ойлайсыз? Әрине енді біздің Қазақстанның президентіміздің осы Түркістан газетіне берген сұхбатын былай тереңдеп зерттеп көрсеңіз, Қазақстан енді әлемде біріншіден бейбітшілікті, тұрақтылықты сақтау тұрғысынан көптеген ұсыныстарды алға тартып отыр. Бұл ұсыныстардың ең бастысы әрине Біріккен ұлттар ұйымының реформалауға қатысты. Біздің президентіміз ашық айтып отыр, енді қауіпсіздік кеңесін реформалау керек, Біріккен ұлттар ұйымын реформалау керек. Не үшін? Өйткені әлем
Енді былай алып қарасаңыз, Кеңес социалистік республика ыдырағаннан бері көптеген өзгерістерге ұшырап жатыр. Қазіргі таңда жаңа аймақтық күштер ортаға шығып жатыр. Бұдан бөлек қазіргі таңда мемлекеттер арасында қарым-қатынастарда жаңа басым бағыттар орын алып жатыр. Көлік, дәліз, транспорттық салалар күшейіп жатыр. Сондықтан мемлекеттер осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, Біріккен ұлттар ұйымының негізі Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін құрылды ғой. Сол дәуірдегі жүйеге сәйкес құрылған болады. Ал қазіргі таңда халықаралық жүйе толыққанды өзгеріске ұшырап жатыр. Сондықтан президентіміздің әсіресе әлемдік деңгейде бейбітшілікті, тұрақтылықты, қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан, мемлекеттер арасында ынтымақтастықты күшейту тұрғысынан міндетті түрде осы Біріккен ұлттар ұйымының жалпы реформалауды алға тартып отыр. Бұдан бөлек әрине Қазақстан тек қана Біріккен ұлттар ұйымы емес, аймақта орналасқан түркі тілдес елдермен байланысты ұйымдары. Бұдан бөлек өзі де ұсыныс жасап, Қазақстан мысалы президентіміз Азиядағы өзара іс-қимыл сенім шаралар сияқты ұйымдармен, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ұжымдық қауіпсіздік келісім шарт ұйымы сияқты ұйымдармен де белсенді байланыса отырып, осы мемлекеттермен қауіпсіздік саласында, ынтымақтастық саласында өзінің ықпалын күшейтіп отыр. Бұл әрине Қазақстанның бір жағынан осы аймақтық деңгейде, екінші жағынан халықаралық деңгейде қауіпсіздікке және тұрақтылыққа қосқан үлкен үлесі деп жалпы қабылдау қажет деп есептеймін. Айдарбек мырза, сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланыста болған Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының доценті Айдарбек Әмірбек болды. Хабарымызды жалғастырамыз.